Мына менің қолымдағы кітаптың аты ғылыми Шыңғыс Қаған және оның құпиялары деп аталады. Бұл менің 5 күн бұрын Сүйінші данасын алған кітабым. Неге ғылыми Шыңғыс Қаған деп атадым? Өйткені Шыңғыс Қаған жайында жазылған әлемдегі кітаптардың саны өте көп. Қазақшасының өзі біршама. Баспасөзде жазылып жатқан, интернетте жазылып жатқан пікірлер деген толып жатыр. Бірақ бір қызығы бар екен. Бұлардың бәрі ең алғашқы біреу қалай өтірік айтса, сол өтірікті ары қарай жалғастыра береді екен, соған өзінің пікірін қоса береді екен, сонымен Шыңғыс хан бабамыздың өзі кім екені, қайда туғаны, қалай өлгені, қалай жердегені, бәрі жұмбақ, бәрі құпия, бәрі өтірік болып шығады екен. Ғылыми Шыңғыс Қаған жайында мен өзім 50-60-қа жуық кітап оқыдым. Ал мынаған пайдаланғаным бір 25-тен астам кітап. Өйткені бұлар түпнұсқаға жақын кітаптар. Шыңғыс хан жайында түпнұсқасы сақталған қолжазбалар бар. Бірақ оны әртүрлі себеппенен бұрмалаған және түсінуге қиындатқан. Мысалы, біз осы күні қолданып жүрген 79 жылы Моңғол Халық Республикасынан шыққан Өлгей қаласынан Моңғолдың құпия шежіресі деген кітап бар. Оған дейін қазақ тілінде бұл басылған жоқ. Бұны Мағауия деген кісі сол Моңғол Халық Республикасында тұрады, сол аударды. Содан бастап бұның түпнұсқаға жақын шығармаларды біз оқи бастадық. Моңғолдың құпия шежіресі деген өзі түпнұсқа емес. Бұл Қытай тілінен аударылған. Түпнұсқа Қытай тілінде емес, қазақ тілінде болу керек. Бірақ оны жарияланбайды. Өйткені оның қазақ екені белгілі болып қалмас үшін оны тек аудармадан оқимыз. Ал бұл кітаптың шын аты о бастағы Шыңғыс Қағанның құлдауыры. Бұны сол Қытай тілін білетұғын, көне Қытай пішігін оқитұғын Тілеуберді Әбенәйіл деген бауырымыз оның Шыңғыс Қағанның құлдауыры деген нұсқасын қазақ тіліне аударды. Бұның орыс тілінде аты әртүрлі құбылып келді. Әуелінде Тайная история монголов деді, онан кейін Секретная история монголов деді, одан кейін қазіргі күнде Сокровенное сказание монголов дейді. Бұл үш атта жалғанады, біреулер қойған ат. А бұл Шыңғыс ханның осы өзі жайында жазылған шығарманың атын неге өзгерткен біреулер? Бұған жауап біреу-ақ. Өйткені бұл құпия деп отырған кітап қазіргі моңғол тілінде, халқа тілінде жазылмаған. Ол қазақ тілінде жазылған, көне қазақ тілінде. Сондықтан бұның аты қазақ тілінде болса, Шыңғыс Қағанның құлдауыры деген Шыңғыс ханның түп-түқияны қузаған ар жақ ата тегі деген сөз. Бұл түріктің сөзі. Кітаптың аты түрік сөзінде тұрғаннан кейін оның ішінде түрік сөзінде болады. Міне сондықтан бұл бұрмаланған. О баста түпнұсқа жоқ. Бұны алғаш орыс тіліне аударған орыс халқының Қытай танушысы Кафаров деген адам. Ол Қытайда жұмыс істеген, сол жақта оқыған, білім алған, қытайша үйренген адам. Ана мұрағаттағы адамдардан сұраған Шыңғыс хан жайындағы әңгіме деген бір нені көріп, мынаның түпнұсқасын көруге бола ма деп сұрағанға, оның түпнұсқасы сақталмаған деген. Біздің Қытайдың оңтүстік астанасын солтүстікке көшірген кезде жоғалып кеткен дейді. Өзіңіз ойлаңыз, көшіп жатқанда ол немене киім ба, шолақ ба, ол түгіл көшірген ол ешқашан жоғалмайды. Бұл сылтау. Енді осы мен неге ғылыми Шыңғыс Қаған деп атасам, жаңағы 25 шақты кітаптың ішінен сөздәйек келтірем. Және сөздәйекті бұл кітаптың қай жылы шыққаны, қай тілде шыққаны, оны қалай жылдары аударылғаны соның бәрі айтылады. Сонда салыстырасыз. Бұл жерде қазақ халқын кемсіту бар екені, оны бір екінші деңгейдегі халық надандау деп қарағаны өп-өр ап-айқын білініп тұрады өзінде. Өйткені
біздің мына жазғанды оқығанменен бұл бәрібір түсінбейді. Бұлар бұның шындығына жете алмайды деп әдейі көпе көрінеу түпнұсқада жазылғанды бұрмалаған. Біз сол өтірікке нанып келгенбіз, шұлғып келгенбіз шындығында бар. Бірақ түн оқып қарасаңыз, бұны әрбір оқыған адам көреді. Ай, мынада бұлай жазылыпты. Оны неге бұлай деп біз айтып жүрміз? Мынау неге өтірік жазылған? Шыңғысханның өмірінің өзі өтірік жазылған ғой. Оған кім себеп? Кейбір жерде Шыңғысханның өзінің кінәсімен өтірік айтылған жерлер бар. Ол кінә емес, өзінің атақ абыройын сақтау үшін жазған. Және бұны бір қайдағы Сариғұр деген жазған, қазақтың өзінде жазу сызу болмаған, бұны біреулер жазған деп отыр. Ол кәдімгі Шыңғыс қағанның құзауырында кім жазғаны, қалай жазғаны, оған Шыңғыс ханның қалай жазғаны анық айтылып отырған. Соны неге оқымайтынға мен тек тарихшыларға таңғаламын. Бұны тарихшылар үшін жазған жоқпын мен, оқырман үшін. Оқырмандар оқысу көп. Өйткені бұнда тарихшылар ғана түсінетін, басқадан түсінбейтін жағдай жоқ. Кез келген қисыны бар, қисынды бағынатын, білімі бар адам өз-өзінен түсінеді. Бұрмалауы қайсы, шындығы қайсы, жала қайсы, не болмаса түбіндегі айтқан нәрсе. Сондықтан бұл кітап қазір Жалын баспасы шығарды. Жалын баспасында сатылып жатыр. Мен өзімнің қазақ халқына, өз бабамызға өзіміз ие болайық, түсінейік. Оның Шыңғысханның кім екенін осы кітап арқылы білейік. Егер менің айтқаныма нанбасаңыздар, айтысыңыздар, дәлелдеңіздер. Өйткені шындық деген ешкімнің жекеменшігі емес. Шындық деген ұлттың, халықтың, мемлекеттің қазынасы. О қазынаға әртүрлі себеппен, әртүрлі мақсатпенен өзінің атыңды шығашын қол соғуға болмайды. Бұл қазынаны сыйлау керек, қасиеттеу керек, құрметтеу керек деп ойлаймын. Міне кітаптың түрі де, көлемі де осы. Мынау аты жазылған, мына менің аты жөнімді толық жазса, мына іздер шыбар-шыбар жазу болып кетеді деп, баспа тек атымды ғана жазыпты. Мына сыртында 4-ші мұқабаның 4-ші жағында Мағжан Жұмабаевтың Түркістан деген өлеңінен үзінді келтіреді. Ойлай білетін, қисынға бағына білетін адам осының өзінен ақ біздің бабаларымыздың Шыңғысханның қазақ екенін білгені, сыйлағаны, қасиеттегені көрініп тұрады.